Шәкәрім өлімі жайлы әркімнің берген түсініктерінен құралған зерттеулерді талдап қарағанда, олардың сөздерінде алалық бар, әркім әртүрлі айтады. Олардың басым бөлігінің сөздері мынаған саяды. Жергілікті ГПТУ бастығы Абзал Қарасартов шашал десе басылатын, ақылы таяз тасырдың өзі болып шығады. Ол шәкәрімді бай, жуан кезінде болыс болған, соны көксеумен жүрген, қажыға барған, яғни үкіметтің жауы деп қана білген. Оның елден тыс жабадан жалғыз жүргенінің өзіне күдікпен қараған. Оның үстіне сол жылы елді қорлық пен ұжымдастыру кезіндегі озбырлыққа шыдай алмаған, мал мүлкінен ажырап, аштыққа ұшыраған халық бас көтеріп, оларды қорғап әр жерде сөз айтып жүрген шәкәрімді сол көтерілістің ұйымдастырушысы деп таныған. Ауданға барып өзі талап тілектерін қоймақ болған шаруаларды қырып жойып, олардың жетекшілерін ұстап, жазалауға ауданнан сол Абзал бастаған отряд шыққан. Ауданға бет алып келе жатқан шәкәрім оларға қарсы жолығып қалады. Топ жетекшісі шәкәрімді көре сала мылтығын кезеніп атып салады. Олар оның атын да, тіпті сақалын да сыйламайды. Оқ тиіп жаралы болған ақын мені ауданға апарыңдар дей бергенде, Қарасартовтың орынбасары Халисов деген башқұрт тағы да атады. Оқиға осылай болған десек, көбірек айтылады. Кейбір деректерде екі оқты да Халитов атты делінеді. Қазақтың айтулы перзенттерінің бірі Евней Букетов шәкәрімді атқан Абзал Қарасартовпен таспаға жазып сұхбат алған. Бұл сұхбаттың жазбаша нұсқасын 79 жылы Мұхтар Мағауинге жолдап, пайдалану үшін емес, тек қана оқып танысу үшін жібердім деп, оқып қайтарып беруін өтінеді. Оны Мағауин тек 2000 жылы қараша айында ғана шәкәрім толық ақталғаннан кейін, 12 жылдан кейін Жұлдыз журналында жариялайды. Сұхбаттағы Қарасартовтың айтқан сөздерінің жерлерінен мағынасы бұзылмаған үзінді келтірелік. 1931 жылы мені Бесқарағай ауданында милицияның райотделі болып істеп тұрғанымда, Семейге обыл отделге шақырып, сізді Шыңғыстау ауданына жіберейін деп отырмын. Онда жағдай жақсы емес. Ел толқып тұр, бандылар шығып әр жерден соған елеңдеп, елдің көтеріліске ыңғайланатын түрі бар. Сізді халықпенен қоян қолтық сөйлесіп, сол елдің түзу бағытын алуына жол береді деп жіберейін деп отырмын. Ол Абайдың немере інісі, Құдайберген шәкәрімнің тұрған жері. Ол кісі тек қана Қазақстанға емес, бүкіл жер жүзіне атағы шыққан адам деуге болады. Шәкәрімнің бір ауыз сөзін жерге ешкім тастамайды. Сол шәкәрімді ұстай білсең, тілін тауып, бабын тауып, соған жағдай туғызсаң, халықты ұстағаның. Сені жібергендегі мақсат барғаннан кейін сол кісіні тауып алып, әңгімелесу керек, пікірін білу керек, жағдай туғызу керек. Оның әлі бізге келешегі керек, деді Панов деген бастық. Шәкәрімнің бұрыннан атына қанықпын. Ол кісінің өлеңдерін біз бала кезімізде домбыраға салып, ән салатынбыз. Және мен өзім сол әдебиет жағына бейім адаммын бала кезімнен. Біз Шыңғыстауды бауырлап, қабырғалап келе жатқанда, ол атты кісі сол тауға бет қойып жалғыз келе жатыр. Қасымда Шарабаев Әбдірайым деген бар. Ол анадайдан, ойбай-ау, мынау шәкәрім ғой деді. Мен аттан түстім де, ол кісі де түсті, сәлем беріп қолын алып амандастым. Сосын, сізді бір көруге құмар едім, іздеп бара алмай жатырмын. Қызметке келгеніме көп болған жоқ дедім. Сіздің бұрынғы атағыңызды мен жақсы білемін, сыйлаймын. Мен кісі жіберейін, сіз сескенбей, бой тартпай келіңіз, кеңінен әңгімелесейік дедім. Менен көмек болмаса, басқа жағдай болмайды. Осыған сенсеңіз болады дедім. Сосын ол жақсы деді. Бірақ қарағым, шырағым деп ылбылдап тұрмайды екен. Ойын бір қалып ұстайтын кісі. Бұл бірінші көруім еді. Сонымен бірталай уақыт өткен соң, мен ол кісіні жіберіп шақырттым. Инабатты тәуір адамды жібердім. Сосын бір күні кезекшім келіп, Шәкәрім деген кісі келіп тұр деп, жүгіріп шығып әдеппен сәлем бердім. Менің үйіме жүріңіз деп алып кетіп, екеуміз бір күн бір түн сөйлестік. Сонда менің бетіме тура қарап бір сөйлемеді. Тура өзінің бетіне қарай сөйлейді. Ал енді маған қараса, күллі денесімен бұрылып қасқырша қарайды. Бір күн бір түн отырғанда езу тартып бір күлмеді. Маған тек сіз деп сөйледі. Қарағым, шырағым деген сөзді далада да, үйімде де еш жерде естігем жоқ. Әбеке де демеді, Абзал да демеді.
Көз басталарда мен бандылар қолынан жараланып 15 күнде жатып қалдым. Халық көтеріліп баратқан соң Семейден вооруженный отряд шығып атқа мініп бір ай қуды, тіпті таба алған жоқ. Шәкең олардың жүрген жерін көріп отырады да, өзінің білетін жері мына жағы Шыңғыстың қыр беті, Шыңғыстың тауы, осының бәрін біледі. Келе жатқанын көріп отырады да, бұлар Шақпаққа келсе, олар Шыңғыстауға барады. Ал Көкпек тасқа келсе, олар Қарамұрынға барады. Міне солай әуре қылық қойды. Семейден бұйрық келеді. Қарасартовтың өзі шықсын, отряд ұйымдастырсын, Шәкәрімді ұстасын деп. Шәкәрімді ұста дегенде тапсырма сол тірі алу. Оған болмады ғой. Шәкәрім анау биіктің ар жағындағы сайға түсіп жатыр деген хабар келеді. Соң мен әлгі тауға таяна бергенде сайға өрлеп тарттық. Қашып келгенде Керегетастың екі жағын қоршап біздің кісілер жайылып кетті. Олардың саны 40-қа толмайды. Мен ортада қалып, қалғанын бөліп, Шыңғыстың мына жағынан біреуі, ана жағынан біреуі шықсын деп жібердім. Соң тартып берген Қарамойылға қарай Шақпақты бауырлап, мына тау ғой алдында біздің кісі барды. Атыс басталды да кетті. Содан олар ұйтқып қайта таудың баурайына қарай салған. Былай да кете алмады, былай да кете алмады. Сөйтіп жүргенде астында тор жорға ат Шәкәрімге оқ тиген. Оқ оң жақ жауырыннан тиген, атқа да оқ тиген. Менің көзіме іліккені Шәкәрім келе жатты. Күн жаңа шығып келе жатқан. Жер әппақ қар. Тор жорға аттың шапшып тұрған қаны жаңбырша жауып келеді. Теңселіп келе жатыр. Теңселіп тауды өрмелеп келді де аттан құлады. Кімнің оғы тигені белгісіз. Ол қарсы келе жатқанда атпаған, қашып бара жатқанда оқ тиген. Міне бар біткені осы. Мен оларды тастадым да, анау қашқан бандыны қуып кеттім. 1-2 сағаттан кейін сол жақтан оралып келсем, тор ат өліпті, Шәкәрім де өліпті. Күн батуға төмендеп кеткен. Соң анау шананы алдырып, текеметті жайғызып, киімін барлығын жөндеп, бақанасқа кісі жібердім. Шәкәрім қайтыс болды. Өлігін алып келе жатырмын дедім. Менің мақсатым тірі алу еді ғой оны. Тірі алғанда мен мақтауда орденде алатын едім органнан. Оған жете алмадым ғой. Абай ауылында туып өскен 39-50 жылдар аудандық НКВД қызмет атқарған Тәңірберген Қырқынбаев былай дейді. 31 жылдың бастапқы айларында ауқатты, жартылай әлді қалтаң-құлтаң тірліктегі әулеттердің қолынан ірілі-ұсақты малдарды күшпен тартылып алынады. Осылайша қолдан жасалған ашаршылық кезеңде Шыңғыстау өңірі жұртшылығы айрықша қырғынға, босқынға, айдауға, тонауға ұшырайды. Кеңес өкіметі орнағанға дейінгі 5 болыс тобықтының 32 мың халқынан 40-шы жылдарға небары 3,5 мыңы ғана ілініп салынумен әрең дегенде аман ілініпті. Ендеше бұл зобалаң қарапайым халықтың ашу-ызасын бірлесіп бас көтерулерін туғызбай қайтсын. 31 жылы 500 адам тізе қосып көтерілген қарсылық қалай ойрандалғаны көз алдымнан кетпес. Қарасартовша айтсақ, кеңес өкіметін орнатқан коммунистерді тұтқындаған қарсылық көрсеткушілердің қолында бар қаруы оны-мұны ғана аудан орталығына жақындай бере 20-30 шақты ГПУ қызметкерлерінің сақадай сай қарулардан, оқ боратуларынан баудай қырқыла түсіп, астына мінген ат түйелерінің басын кейін қарай бұра қашқан еді. Сол қуғында ГПУ жаналғыштары жол бойына атып өлтіріп қалдыра берген жазықсыз жандардың саны шексіз. Қарасартов отрядының белді мүшесі Шәкәрімді қан құйрылықпен атқандардың бірі. Ұмытпасам, аудандық жем-шөп дайындау станциясының механигі Рахметолла Халитов. Ол Шыңғыс өлкесіне 25 мыңдықтардың қатарынан келген еді, және Шәкәрімді мүлде білмейтін. Ұлы ақын қазасы ол үшін қатардағы бір өлімдей қажет десеңіз, кеңес өкіметі қас жауларының бірінің көзін құртқандай әсер еткені кәміл. Қарасартовтың қарауында чекист болып істеген Түңлікбаевтың өз қолымен жазып берген сөздері мынандай. Бандылар қарауылды шауып, Олжабайды өлтіріп кеткен соң араға 3 күн салып, Шәкәрім аға біздің үйге келді. Қатты ауырып жатқан 90-дағы әкемнің көңілін сұрады. Сонда ол қарауылдың балшығын қиратып кісі өлтіргенде жексірін көргеннен басқа не шығады? Өңшөң ақмақтардың ісі бұл деп, бүліншілікке қатысқандарды қатты жазғырып отырды. Сонда бұның банды болғаны қайсысы? Ақын қазасына келсек, ол былай болған еді. Таң мезгілі, күздің бір бұлыңғыр күн еді. Жерді
қырбық қырау басқан бұқырау шағы. Күзетте тұрған башқұрт Халитов анадайдан мұнартып көрінген бір топ аттылардың бізге қарай беттегенін көрген. Осы хабар құлағына тиісімен оларды банды деп ойлаған Қарасартов бізге бірден атыңдар деп бұйырады. Одан бұдан мылтық атыла бастаған соң аналар іркіліп қалды. Сол кезде іркілген топтан біреу үзіліп шығып атының жорғасын төгілдіре бізге қарай беттеді. Және де қайта-қайта қол көтеріп, залалсыз адамбыз дегендей белгі берді. Жақындағанда Шәкәрім екенін бәріміз таныдық. Бірақ атысты тоқтатыңдар деген бұйрық болмаған соң, башқұрт Халитов оны бір емес екі дүркін атты. Шәкәрім атының жалын құша беріп жерге құлап түсті. Бізге бірдеңе деуге де шамасы келмеді. Ат түйе мінген қалпымыз, біз оны қоршап біраз уақыт үнсіз тұрдық. Бұл кезде Шәкең серіктері зым-зия жоқ болып кетті. Қапелімде жан тәсілім қыла алмай қиналып жатқан қарттың қаруын, үстіндегі киімін бұйрық бойынша жұрт үлесіп ала бастады. Қасқыр, ішік, тымақ, саптама етік, сырма бешпент, шалбар дегендеріңіз бір-бірден алынып болған соң, ақ қыраудың үстінде ақ жейде, ақ дамбалмен қан жоса боп, ақ сақалды шал жатты. Сонда начальник маған: «Әй тобықты, сен неге алмадың?» деп секіді. Мен алатын несі қалды деген мен заға булығып айттым. «Өзің ал, бақанасқа жеткіз» деп бұйрық берді маған. Мен түйемді шегердім астындағы өрек иісі жайып жіберіп, соған өлікті ұзын күйінде орап, екі жерден арқанмен бунап, түйенің бір жағына екі өркешін елдім. Өзім түйені жайдақ мініп, бақанасқа жеткіздім. Мен алатын несі қалды дегенді ызаланып, жасқа булығып айтқаным үшін Қарасартов маған сенімсіздік көрсетіп, мені 15 тәулік бойы Гауфахтада ұстады. Сол уақыт ішінде ол өзінің қорқытып жаздырған адамдарының бәріне Шәкәрім бандыны ұйымдастырушы болды дегізіп үлгерген. Гауфахтан шыққаннан кейін мен де сол зарымда жазуға мәжбүр болдым. Ал Халитовты дереу басқа жаққа шығарып жіберді. Шәкәрім тобында болған Бердеш Әзімбаев былай деп айтады: «Біз өз туыстарымыздан 4-5 адам жиналып, Шәкәрім ағаның жай-күйін білгелі Шақпақтағы Саят мекеніне барғанбыз. Ағаның бір ауық аң аулап сендермен бірге көңіл сергітейін деген тілегі бойынша шыққан бетіміз сол еді. Таң мезгілі, күн бұлыңғыр болатын. Шәкәрім аға бұл жолы өзінің абай сыйлаған маузермен шыққанды. Бір жазықта аттылы түйелі адамдардың шоғыр мұнартып көрінді. Солай қарай беттей бергенімізде неше мәрте атылған оқтан секем алдықта іркіліп қалдық. Шәкең: «Тегінде бұлар әнеугі бандыны қуып жүрген отряд шығар, мен оларға жолығып жөнімізді білгізейін, сендер осы арада аялдай тұрыңдар» деді де жүріп кетті. Барған бетінде екі дүркін мылтық атылды. Бүліншіліктің барлық пәлесін біздің тұқымға телегісі келеді дегенді естуші едік. Шәкеңді атып өлтіргенін бірден сездік. Бұлар кім болғанда да оны өлтірген соң бізді сірә аямас дедік те сол бетімізбен Қытай өтіп кеттік. Сонымен замана ағымына сәйкес Шәкәрім 1931 жылы 2 қазанда елдегі шолақ белсенділердің орынсыз жаласымен және қатыгездігімен өлім құшып, мәйіті құдық түбіне тасталды. Оның бай кітапханасы өртелді. Өзі із-түзсіз жоғалтыға саналды. Шәкәрімнің сүйегі 30 жыл бойы құдықта жатты. Тек 1961 жылы ғана ақынның баласы Ахат әкесінің сүйегін қазып алып, Жидебайдағы Абай зиратының жанына жерледі.